Баршаңызға сәлем. Бүгін видеода өздеріңіз көріп тұрғандағыздай өте дәмді шығатын, үй жағдайында дайындалатын қарапайым грильдің рецептімен бөлісетін боламын. Және алдағы уақытта да күшті рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама подписаться батырмасын басып арқылы тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бізге гриль дайындау үшін осындай бүтін тауық еті керек болады, және бұны алдын ала жақсылап жуып, құрғақ салфеткалардың көмегімен суынан құрғатып алдым. Видеода көріп тұрғандағыңыздай қасықтың көмегімен дәл мен сияқты терісінен осылай ажыратып алыңыздар. Келесі кезекте жаңағы ажыратылып алған ет пен терінің арасына вилкамызды, яғни шанышқымызды кіргізіп, осылай ет бөлігін шұқып алуымыз керек. Себебі мариновка жасалған кезде мариновкамыз жақсылап сіңуі үшін. Байқаңыздар, терісін қатты жыртып алмаңыздар. Жыртылса да ештеңе етпейді, бірақ көрінісі әдемі болмай қалуы мүмкін. Енді біз мариновка жасау үшін қоспамызды дайындайық. Ол үшін бөлме температурасындағы алдын ала өлшеніп алған сары майымыз және де чесногымызды қосып, чеснокты осындай өткізгіштің көмегімен арқылы өткізіп, майдалап араластырып аламыз. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Мен 1 шай қасық тұз қостым, және де тауыққа арналған арнайы приправалар болады, кез келген түрі болады. Мен осындай түрінен 1 шай қасық пайдаландым. Және соевый соустан 1 шай қасық қостым. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Осы салынған қоспаларымыздың барлығын бір келке етіп араластырып аламыз. Ұнтақтар түйіршіктеніп қалмасын. Міне біздің мариновкамыз дайын болды. Дайын болған мариновкамызды жаңағы қасықтың көмегімен ет пен терісін ажыратып алған бөлігімізге қасықтың көмегі арқылы салып, жақсылап бір келке етіп шайып жағып аламыз. Біздің тауығымыз бүтін болғандықтан терісінің сыртынан жаға салсақ, біздің терімізден дұрыс өтпей, ортаңғы бөліктеріне жетпей, дұрыстап мариновка жасалынып дәмді болмай қалуы мүмкін. Сондықтан осылай терісінің астынан өткізіліп еттердің арасына кіргізсек, барлық бөліміне еріп, май арқылы жетіп, дәмді болып шығады. Барлық мариновканы салып болған екен, тағы да сыртынан қолыңыздың осылай көмегі арқылы жақсылап тегістеп шықсаңыз болады. Біз жаңа бірінші мариновкамызды тауықтың дәмін беру үшін жасадық. Енді біз жаңағы тауығымыздың сыртқы көрінісі әдемі, яғни қызыл, сочный болып шығу үшін сыртқы мариновкасын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай майонез, жаңағыда 1,5 дана чеснок керек болады. Ал біз мариновкамыздың ең басты қызыл түсін беру үшін осындай паприка ұнтағынан 3 шай қасық қосамыз. Бір шай қасық қара бұрыш қосасыз, және етімізді барынша жұмсақ қылу үшін жарты лимон суын осылай сығып қойсаңыздар болады. Және дәм беру үшін 1 шай қасық тауық етіне арналған приправамызды салып, барлық ұнтағымызды бір келкілеп, жақсылап араластырып алып, сыртқы бөлігіне жаға берсек болады. Дайын болған мариновка арналған қоспамызды дәл осы видеода көріп тұрғаныңыздай барлық жеріне тигізіп, бір келкі етіп тегістеп жағып аламыз.
Міне біз барлық маринадкамызды жағып дайындап алдық. Енді осы маринадкамызды біз бір күнге қойсақ, тіптен күшті болады. Дәмі етіне, барлық жеріне сіңіп, өте дәмді шығады. Сол үшін мен осындай пакетке салып, холодильникке бір күнге маринадка етіп қоямын. Мен грильді үйдегі кәдімгі әсел пешіме пісіремін. Және де грильдің қасына осындай көкөністерді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Егер қосқан жағдайда осылай картошкаларға да дәм беру үшін тұз қосып, тауыққа арналған жаңағы дәмдеушімізді қосып, жақсылап біркелкілеп араластырып аламыз. Және де табамыздың ортаңғы бөлігін ашып аламыз. Бір күн мариновкада тұрған тауығымызды ортасына қойып, 180-200 градуста 1,5-2 сағат көмегінде пісіріп аламыз. Картопты, сәбізді барлығын өз қалауларыңыз бойынша формаларыңызға келтіріп тұра берсеңіздер болады. Міне дәмханадағы грильді сіз өз үйіңізде, өзіңіздің қарапайым пешіңізде де пісіре алатыныңызға көзіңіз жетті. Дәмі де өте күшті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сырты да өте жылтыр, қып-қызыл болып шықты. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.